лән ядхула ахадукум би амалихил жанна. Ешкім сендерден өзінің амалымен жәннатқа кіре алмайды дейді. Вәлә әнта я Расулаллах, я Аллахтың елшісі, сіз де кіре алмайсыз ба сонда? Енді пайғамбарымыздың еңбек амалы деген біз үшін үлкен нәрсе ғой, ол баға жетпес. Вәлә әна дейді екен ол кісі, мен де кіре алмаймын дейді. Илля әйятағаммадени Рабби би рахматихи ва фадлихи. Тек Алла Тағала рахымымен, байлық кеңшілігімен мені солай кіргізбесе, мен де кіре алмаймын деп айтады екен. Міне бұл хадис бізге ешқашан өзіңнің амалыңды жаңағы үлкен көруіңе жаңағы тоқтатады. Амалыңды көрме. Жасадың ба Алла үшін? Болды. Оны қайталап айтып, оны қайталап етіп деген нәрселер мүминнің ісі емес ол. Оны істедің ба Аллаға? Болды. Ұмыт амалыңды. Ертеңгі амалды ойланайын да. Ертең істейсің бе, істемейсің бе бұны? Осындай амалдарда жаңағы мұраландыруы, сондай осы жерде бір жақсы түсінетін нәрсе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады. Мысалы біздің біреуіміз Алла Тағала нәсіп етіп, сәттілік тудырып, сақтап оны, әйтеуір көп бір жақсы салиқалы амалдар істеп жүрсе, сол салиқалы амалдардың, мысалы, жаңағы бүкіл істеген салиқалы амалы, ол жәннаттың бір жүзіміне де жетпейді ол негізі. Кен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, «Раайтул жанна». Мен жәннатты көрдім дейді. Атала көрсеткен. Сонда айтады, «Танавал туған худан» дейді. Қолымды создым дейді бүйтіп. Қолымды создым, жүзімнің бір жаңағы кішкентай жаңағы шоғырына. Бірақ ала алмадым дейді, оны атал алып кетті дейді. Көріністі көрсетіп. «Лау ахустуху ла акхалту ма бақия дуния». Егер алғанымда дүние тіршілігі таусылғанша жер едіңдер дейді. Адам әлі білмейді жәннаттағы жүзім деген нәрсенің не нәрсе екендігін оның. Түсіндіңіздер ғой? Мына бір жүзіміне жетпейді оның. Біздің күллі істеп жатқан нәрсемізді. Ол мәңгі жәннат. Жүзім оның бір кішкентай ғана бөлігі де. Ол мәңгі нәрсе де. Сондықтан адам амалды істеген кезде әрдайым жаңағындай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқандай, ешкім өзінің амалына сүйеніп, оның көрінісі қандай? Мысалы, сізге бір Алла Тағала салиқалы амал нәсіп етсе, сол салиқалы амалмен басқаларды тексермеңіз бүйтіп. Бар ма ода, жоқ па деп. Егер өстіп жүрсеңіз, бұл амалсы ешқандай пайда бермейді, ол болды. Бұл Алланың сізге берген сыйлық еді. Осыған шүкір ет деп. Оны бергенде осы арқылы біреулерге стандарт қып, тексеріп жүр деп берген жоқ қой оны. Соқтан әрбір істеп жатқан нәрсе, тіпті намаздың өзі, қарапайым намаз, жаңағы намаз амалына қарайтын болсақ, 5 уақыт намаздан, әрбір 5 уақыт намаздан кейін, біз намазы оқып болғаннан кейін, мысалы біреуіңіз жеке оқып тұрған кезде де Алла Тағала сондай бір ерекше нәсіп еткен шығар сезім. Сәждені сездіңіз, көзіңізге жас нәсіп еткен шығар Алла Тағала. Сондай рукухта, Құранды бір мәнерлі оқып, түсініп тұрғандай күйде болып, бір жақсы намаз атқарылып келген кезде, сосын жаңағы ассаламу алейкум рахматулла, ассаламу алейкум рахматулладан кейін не істетіп жатыр пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам? Енді 3 рет Алладан кешірім сұрай сал дейді. Астағфирулла. Салиқалы амалдан кейін кешірім сұра дейді Алладан. Шайтанды жақындатпау үшін нәпсіңізге. Егер Раббың нәсіп етпегенде, оны ондайға оқи алмайтын едім мен деп айтыңыз. Раббым, сен ғой мені қолдаған осы істің басынан аяғына дейін. Астағфирулла, астағфирулла, астағфирулла деп сосын, Аллахым, сәлем сенен, сен сәлемсің, сәлем тек сенен деген нәрсені айтып отыр. Мен жақсы болсам да менің жақсылығым маған сәлемді әкеле алмайды, егер сен маған сәлемді бермесең. Жаңа пайғамбарымыз саллаллаху бір дұғасында айтады, Аллахумма ла маниға лима аътайта. Аллах Тағалам, сен берген нәрсені ешкім бөгей алмайды. Уәлә муғтия лима манағта. Сен бөгеген нәрсені ешкім бере алмайды. Сен берген нәрсені ешкім бөгей алмайды дегендей.